Менің ең сүйікті кейіпкерім енді қазақ тілінде сөйлейді. Я, дәл солай. Бала күнімізден көріп өскен өрмекші адамды енді қазақ тілінде көре аламыз. Көпшілігіміз бала күнімізден фильмдер мен мультфильмдерді көбіне орыс тіліндегі дубляжбен көріп өстік. Сондықтан бүгін қазақша дубляжды естігенде бір түрлі екен, орысшасы жақсы, жараспайды деген пікірлер жиі айтылады. Бірақ бұл қазақша дубляждың сапасына емес, жылдар бойы қалыптасқан дағдымызға байланысты. Қай тілдегі дубляжды көбірек естіп өссек, санамыз соны қалыпты қабылдайды. Сондықтан осы жолы қазақша сеансты таңдайық. Бір билетпен тек фильм көріп қана қоймай, қазақ тіліндегі дубляждың болашағына да қолдау көрсетеміз. Тіпті бұл тек өрмекші адаммен шектелмеуі мүмкін. Егер қазақша сеанстарға көрермен көп барса, болашақта кек алушылар сияқты Марвелдің ең ірі фильмдері де қазақ тілінде шығуы әбден мүмкін. Яғни енді бұл сізбен біздің таңдауымызға байланысты. Өрмекші адам жаңа күн 6 тамыздан бастап еліміздің барлық кинотеатрларында қазақша сеанста кездескенше. Оны сен ғана сезе аласың. Бірге бір шығып көрсек қайтеді? Оны сен ғана жеңе аласың. Өрмекші адам, жаңа күн.